Сәлем достар, қалайсыздар? Менің каналыма жазып лайк баса кетіңіздер. Бүгін бананнан жасалатын балмұздақ дайындайтын боламыз. Алдымен банандарымызды осылай, менде 4 банан болды. Сіздер өздеріңіз қандай количествода жасасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Мен 4 бананды осындай 4 тарелкаға салып, пищевой пакетпен жауып, 4 сағатқа қатырып алдым. Одан кейін осындай блендерда майдалап жасап алдым. Әдемі болды. Және де үстіне 30 мл сүтпен 1 шай қасық бал салдым. Міне осындай үстіп салып, тағы да араластырып аламын. Мінекей мен 2 түрлі дәмде жасамақшымын. Біріншісі осындай шие дәмімен, екіншісі шоколадный какао қосатын боламын. Қазір көрсетемін оны да. Мінекей осындай әдемі, осындай балмұздақ шықты. Тағы да 3 сағатқа морозильникке қоятын боламыз. Осындай одноразовый стакандарға салып алдым. Және де екінші бөлігіне мен осындай шоколадный мороженое істегім келді. Какао салып араластырып алдым тоже. Мінекей менде осындай блендер. Сіздер кәдімгі коктейль дайындайтын блендерді да қолдансаңыздар болады. Мінекей цвет осындай әдемі шоколадный болып жатыр. Қазір көрсететін боламын, қандай балмұздақ менде шықты. Мінекей менде осындай әдемі балмұздақ шықты. Қараңыздар, өте дәмді болды. Мінекей осындай стакандарға не қылып қатырып қойдым. Ас болсын.